Сәлем галактика, сендермен галаксидерский. Достар, сіздерге мынандай адамдар жазуы мүмкін, яғни саған неше подписчик сенде ютубта мен жаздым 253 254 деп. Одан кейін ол ссылка канал дедім. Сіз кімсіз деп жаздым да менше. Одан кейін ол менде 11,5 тысяч подписчик деді. Сіз кімсіз дедім, ютубер дедім. Ссылка канал жіберші дедім, қазір деді. Ол Аска ютубтың каналын жіберді. Ол өтірік, достар, бұған сенбеңіздер. Мен сіздің подыңызбын деп жаздым. Қашаннан бері каналым не істейсіз дедім. 7 мыңнан бері көріп жүрмін дедім. Молодец, прокачкаға қатысасың ба дейді. Алда кетпейсіз ба дедім. Мың алмазға тек ақша болмай тұр еді дейді. Қоям, алдамайым, каналымды дамытам дейді. Рамазан айында аулауға болмайды, 10 мың күнә жазылады. Рамазан, сен басына 10 мың күнә емес, одан да көп күнә жазылды. Каналды дамытам дедім, мама деп жаздым. Менікі фейзін тіркелген, мықты ма деді. Уже мына жақта мен подозрительный болып қалды да, өйткенше мықты ма деп ше, мықты болса тартып аламын деген сияқты ше. Нашар ішінде почти дым жоқ, не аласың дейді. Бірақ 3 сезоннан бері ойнап келе жатыр. 30 минуттан кейін сөйлесермін, қазір сюжет қойып келейін дейді. Ол мен жазып қоямын не керек екен, алып деп жазып салдым. МК пустыня 5 лутбокс, қалғанына любой ужас лутбокс. Мына алмаз осыған ұрдам, көп нәрсе кемесе де маған осылар қатты керек деп жазып жүрмін. Осыны өзі кәдімгідей подарок дедім де, мен ютуб каналын жібердім. ютуб каналымның ссылкасы деген келді. Сен Аска емессің ғой, жодан оның ВКсы басқа ғой деді. Інісімін деді, чода дедім. Менің зыбыға тықпса достар. Сіздерге осындай Рамазан Досымжанов деген адам жазса жауап қайтармаңыздар. Ол кидок. Мінеки Рамазан добавил вас черный список. Ол кидок, достар, жайған кидок. Ол сіздерге ешқандай аккаунт бергісі келмейді. Ол ешқандай просто сіздердің аккаунттарыңызды тартып алғысы келеді, достар. Осындай адам жазса сенбеңіздер ондайларға. Мен қазір бұл ютуб каналға бір әлі істеп тастаймын деп удалить еткім келсе, для всех удалить етілмейді деп жатыр да. Неге өз тиімді мен очистить историяды бассалым, достар. Бұндай адамдарға көп сене бермеңіздер, достар. Сене бермеңіздер емес, никогда сенбеңіздер. Бұндай адамдар вообще тек қана кидок, өздерінің несін ойбайды, бірақ Рамазан айында өтірік айтуға болмайтын білмейді, өздеріне күнә жазып алатын білмейді, достар. Жалпы мен сіздерге осыны ескерткім келді. Сіздер болған мен теріс кету арнасы кездескенше сау болыңыздар.